Сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. 2021 жылдың ораза айында сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Алдағы 30 күн оразада сіздермен күнделікті 30 күн бойы ас мәзірін бөлісіп отырамын. Сіздер де күнделікті мынандай тамақ жасадық, немесе мынандай тамақ жасасаңыз екен деген сияқты ой пікірлеріңізді қалдырып отырсаңыздар, лайк басып демеп отырсаңыздар, пікір қалдырып отырсаңыздар, мен оған өте қуаныштымын. Сонымен бүгінгі біздің жасайтын тамағымыз 2 адамға арналған ет асамын. Бастаймыз. Сонымен маған ет асу үшін бір көсек майлылау ет, кішкене қазы, қарта, бір бас сәбіз, бір бас пияз үлкенірек, 1-2 лавр жапырағы, 2 жұмыртқа, ұн және тұз, су керек. Сонымен бастаймыз. Бисмилля деп қазанымызға етімізді саламыз. Және қазыны да бірге салып жіберемін. 1-2 лавр жапырағын қосамын. Және тұз қосамын. Қазанымыздың қақпағын жауып, қайнатамыз. Етімізді салғаннан кейін барып, бөлек ыдысқа қартамызды қайнатамыз. Қартаға да дәл солай тұз саламыз, және бір қайнаған соң қартаның суын төгіп тастап, қайтадан қайнап тұрған суға салып, екінші суда ұзақ уақыт бойы қайнатамыз. Ет қайнайым дегенше ұнымызды дайындап алдық. Салқын суға кішкене тұз салып араластырып, ұнымызға 1 немесе 2 жұмыртқа қосып, қаттылау қамыр илеп қоямыз. Қамырымыз дайын. Енді ауа бармайтындай етіп, қақпағын жауып, бастырып қоямыз. Етіміз қайнап жатыр. Көбігін алып, көбігінен тазартамыз. Және әрі қарай ақырын 1,5-2 сағат көлемінде қайнатамыз. Сонымен біздің тамағымыз пісті. Етіміз, оған бағана мен бір сәбізді салып жіберген болатын, бір 40 минут бұрын. Енді барлығын судан, сорпадан алып шығамын. Сорпамыз қайнап жатыр. Еттердің барлығын алдық, сорпаны сүзіп қойдық. Және пиязымызды ұсақтап, ұзыншалап турап, оған бетіне сорпа құйып, тұзға дайындап қоямыз. Енді сорпамызды қайнатамыз қайтадан. Және дайындап қойған қамырымызды саламыз. Бізде енді әр елдің салты басқа, иттер қарағасқа дейді. Бізде қамырды осы күйінде, бітеу күйінде салады. Павлодар облысы бұл. Оңтүстіктегідей, немесе Қызылорда, Шымкенттегідей, Ақтөбедегідей кесіп-кесіп салмайды, тараздағыдай. Бізде осылай бітеу күйінде салады. Қамырдың қара болып тұрғаны 2-ші сорт ұн. Біз тамағымыздың тек дәмділігіне ғана мән бермей, сонымен қатар пайдасына да мән береміз. Өйткені жоғарғы сұрыпты ұннан барлық пайдалы нәрсесі алынып қалған, және одан бізге ағзамызға ешбір пайда жоқ. Сондықтан осы оразадағы біздің ет асуымыздың ерекшелігі, ұнды тек қана 2-ші сорт ұнды пайдаланатын боламыз. Қамырымыз осылай көтеріле бастағанда төменгі жағына қарай бір араластырып аламыз. Және қамырымызды түсіріп ала берсек болады. Қамырымызды салып болғаннан кейін қайнап жатқан тұздықтан алып, кішкене сорпасы мен пиязын араластырып, бетіне бір құйып шығамыз. Пиязды салып болғаннан кейін бағана қосқан бір сәбізімізді жұқалау етіп турап, оны да салып шығамыз.
Одан кейін етті ұзыншалап турап жұқалау етіп бетіне салып шығамыз. Қазын саламыз бетіне. Қартасын саламыз. Дайын болған еттің бетіне ысып тұрған тұздығымызды саламыз. Тамағымыз дайын. Кез келген жас қияр, помидор немесе қырыққабат салатымен бірге дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.